Сіздің тісіңізге зиян келтіретін топ 5 паста. Сәлем бауырлар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Құрбан айт құтты болсын. Осы видеоны қарап отырған адам, сіз каналға тіркелдіңіз бе? Әлі тіркелген жоқсыз ба? Онда оны дұрыстап жіберіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментария қандай зуни паста қолданасыз, сол туралы жазып кетсеңіз, әрбір лайк, әрбір комментария өте маңызды. Сіздің тісіңізге зиян келтіретін топ 5 пастаны айта кетейін. Бұлардың құрамында сульфаты бар пасталар. Сульфат ол улы зат. Пастаның сыртында былай тұрады. Ағылшынша SLS деп тұрады. Егер алып жатқан пастаның құрамында осы сульфат болса, онда полкаға қайта қоя салыңыз, алмаңыз. Оның пайдасынан зияны көбірек. Бұндай қоспалар мына пасталардың құрамында бар: Colgate, Lacalute, лесной бальзам, новый жемчуг, блендамет. Егер сол пастаны қолданып жүрсеңіз, мусорға тастай салыңыз. Құрамында фторы бар пастаны алыңыз. Жаңа айтып кеткен зуни пасталардың просто рекламалары мықты, басқа ештеңе жоқ. Жаңа айтқан зуни пасталардың құрамында лаурил сульфат бар, ол эмальді құртады. Ал жақсы зуни пасталардың құрамында фтор қосылады. Фторид тіс эмалін нығайтып, оның бұзылуын азайтады. Қылы жұмсақ тіс щеткасын пайдаланыңыз. Тәттіден бас тарту керек. Тіске арналған жіпті күнде пайдаланған жөн. Бауырлар, пайдалы видео, пайдалы ақпарат ұнаса, каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Бұл басқа достарыңызға міндетті түрде керек болып қалады осы ақпарат. Сондықтан да бөлісеміз, таратамыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше.